Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қысқаша көбейту формулаларының көбейткіштерге жіктеу деген тапсырмасын бірге орындайық. Бұл жерде, яғни көбейткіштерге жіктеу дегеніміз а квадрат минус б квадрат, ол а минус б көбейту а плюс б. Яғни екі өрнектің квадраттарының айырымы екі өрнектің қосындысы мен екі өрнектің айырмасының көбейтіндісіне тең. А квадрат бірінші өрнекті жазамыз. А квадрат азайту 49. 49 қай санның квадраты? 7-нің квадраты. Демек, онда А деген А өз бірінші өрнек, Б деген екінші өрнек 7. Және А плюс 7 деп мына формулаға салып көбейткіштерге жіктейміз. 64 азайту Б квадрат. 64 ол 8-нің квадраты, азайтылған Б квадрат. Сонда 8 азайту Б және 8 қосу Б деп көбейткіштерге жіктейміз. Үшіншісінде с квадрат азайту 2,125. 2,125 ол 1,5-нің квадраты. Сонда бізде бірінші өрнек А ол с болып тұр, екінші өрнек 1,5 болып тұр. С ол бірінші өрнек болып тұр, екінші өрнек 1,5. Сонда А минус Б деген с азайту 1,5, А плюс Б деген с қосу 1,5. 2,189 азайту д квадрат, ол 1,7-нің квадраты. Азайтылған д квадрат. Сонда бірінші өрнегіміз 1,7, екінші өрнегіміз д. Бірінші өрнегіміз 1,7, екінші өрнегіміз д. Сонда 1,7 азайту д, 1,7 қосу д. Келесі бесінші есебінде 81-ден 64, яғни 81 қай санның квадраты? 9-дың. 64 қай санның квадраты? 8-дің. 9-дан 8-дің квадраты азайту х-тің квадраты. Енді бұны көбейткіштерге жіктейміз. Мына қысқаша көбейту формуласымен. Біріншісі 9-дан 8 азайту х және 9-дан 8 қосу х болады. Келесі 121-ден 100. 121 ол 11-дің квадраты, ал 100 ол 10-ның квадраты. Бұл бөлшекті жақшаға жазамыз, квадрат дейміз, минус y квадрат. Яғни бірінші өрнегіміз 11-ден 10 болып тұр, екінші өрнегіміз y болып тұр. Бірінші өрнегіміз 11-ден 10 болып тұр, екінші өрнегіміз y болып тұр. Екі өрнектің айырмасы мен екі өрнектің қосындысының көбейтіндісі түрінде көбейткіштерге жіктедік. Z квадраттың өзін жазамыз. 169 ол 13-тің квадраты, ал 196 ол 14-тің квадраты. 14-тен 13-тің квадраты бізде 196-тан 169 болады. Көбейткіштерге жіктесек Z азайту 14-тен 13 болады. Көбейту Z қосу 14-тен 13 болады. Келесі 8-ші есебіміз т квадрат. Азайтылған 400 қай санның квадраты? 20-нің квадраты. 441 қай санның квадраты? 21-дің квадраты. 21-ден 20-нің квадраты болады. Т азайту 21-ден 20 және т қосу 21-ден 20 деп көбейткіштерге жіктейміз. Келесі есеп 25х квадрат қай өрнектің квадраты десе 5х-тің квадраты болады. 36 қай өрнектің квадраты десе 6-ның квадраты. Демек бірінші өрнек 5х, екінші өрнек 6. Бірінші өрнек 5х, екінші өрнек 6. Яғни екі өрнектің айырмасы мен екі өрнектің қосындысын көбейту арқылы көбейткіштерге жіктеп жатырмыз. Мына жерде минус 16 бірінші тұрған үшін біз 49y квадраты бірінші қылып жазамыз, орнына ауыстырып азайту 16 дейміз. 49y квадрат ол 7y-тің квадратын береді. Азайту 16 ол 4-тің квадраты. Сөйтіп 7y азайту 4 деп жазамыз. 7y қосу 4. Енді келесі 0,164 ол 0,18-дің квадраты. 9-дан 1 z квадрат ол 3-тен 1 z-тің квадраты. Сонда 0,18 азайту 3-тен 1 z. 0,18 қосу 3-тен 1 z. Келесі 81 ол бізде 9, 64 ол 8, 9-дан 8 т-нің квадраты, азайту 36, 6-нің квадраты. 9-дан 8 т, азайту 6, көбейту 9-дан 8 т, қосу 6 деп жіктейміз. Келесі 16-тан 9, 16 4-тің квадраты, 9 3-тің квадраты. 4-тен 3-тің квадраты 16-тан 9 болады. 144 бізде 12-нің квадраты, 12-ден 1, а және а бар. 12-ден 1 а квадрат. Сонда бірінші өрнегіміз 4-тен 3, 4-тен 3 азайту 12-ден 1 а және 4-тен 3 қосу 12-ден 1 а болып жіктейміз көбейткіштерге. Келесі 64 бізде 8-дің квадраты, 25 ол 5-тің квадраты. 8-ден 5 б-нің
квадраты. 81-ден 1. 81 ол 9, мынау 1. 9-дан 1-дің квадраты. Яғни а квадрат минус б квадрат түрінде екі өрнектің квадраттарының айырымы. Яғни 8-ден 5 б бірінші өрнек. Азайтамыз екінші өрнек. 9-дан 1. 8-ден 5 б бірінші өрнек. Қосамыз 9-дан 1. Келесі 2,156х квадрат. Ол қай өрнектің квадраты десе 1,6 квадрат. Одан кейін х оның квадраты. Азайтылған 225 қай өрнектің квадраты десе, қай санның квадраты десе 15-тің квадраты. 361 19-дың квадраты. Сонда 361 19-дың квадраты, ал 225 15-тің квадраты. Көбейткіштерге жіктесек, бірінші 1,6х-ті жазамыз. Азайтығамыз 19-дан 15 дейміз. Ары қарай 1,6х-ті жазамыз, қосамыз 19-дан 15 дейміз. Жақшаны жабамыз. Видео пайдалы болса лайк басып, подписаться басыңдар. 31-де 4-ші есепте екі мүшенің көбейтіндісі түрінде жазыңдар дейді. Яғни ол көбейткіштерге жікте дегенмен тең синонимдес. Сонда а квадрат минус б квадрат, яғни а минус б көбейту а плюс б. Міне екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жаздық. Яғни екі өрнек деген екі мүшенің. Міне а минус б, а плюс б көбейтіндісі түрінде жаздық. С квадрат 0,149, ол 0,7 деген санның квадраты. Сонда бірінші с бірінші өрнек болып тұр, екінші өрнек 0,7 болып тұр. Ары қарай с болып тұр, қосу 0,7. Келесі 16 ол қай санның квадраты? Ол бізде 4-тің квадраты. Азайту к-ның квадратын өзін жаздық. Сонда бірінші өрнегіміз 4 болып тұр. 4 азайту к және көбейту 4 қосу к болады. Келесі 400 қай санның квадраты? 20-ның квадраты. Азайту м квадрат. Яғни 20 азайту м көбейту 20 қосу м. Яғни екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жазады. Екі жақшаға жіктеп жатырмыз. Т квадрат азайту 225, ол 15-тің квадраты. Т азайту 15 көбейту т қосу 15. Көбейткіштерге жіктеп жатырмыз. 1,169 ол 1,3-тің квадраты. Азайтылған б квадрат. 1,3 азайту б. 1,3 қосу б болып жіктеледі. Көбейткіштерге. Y квадрат 81 ол 9-дың квадраты, 16 ол 4-тің квадраты. Сонда 9-дан 4-тің квадраты 81-ден 16 болады. Y азайту 9-дан 4, Y қосу 9-дан 4. 25х квадрат бізде 5х-тің квадраты, 5х-тің квадраты, 4-тің квадраты, 2-ның квадраты. Яғни 4 2-ның квадраты. 5х бірінші 4, бірінші өрнек 5х, екінші өрнек 2. Бірінші өрнек 5х, екінші өрнек 2 болады. Ары қарай келесі 36-тан 25. 36 бізде 6-ның, 25 ол 5-тің квадраты. 6-тан 5-тің квадраты. 64 ол 8-дің y бар, 8y-тің квадраты, 64 y квадрат. Енді көбейткіштегі жіктесек 6-тан 5 бірінші өрнек, азайтамыз 8-ден y. 6-тан 5 бірінші өрнек, қосамыз 8y. 31-де 3-тің 16-шы есебі 100-ден 81 ол 100 деген 10-ның квадраты, 81 деген 9-дың квадраты. 10-нан 9-дың квадраты, ал 0,100-ден 4 с квадрат, ол 0,10-нан 2 с-ның квадраты. Енді көбейткіштерге жіктесек 10-нан 9 азайту 0,10-нан 2 с, көбейту, мына жерге жазам, 10-нан 9 қосу 0,10-нан 2 с. Видео пайдалы болса, парақшаға тіркеліп лайк, коммент жаз, лайк басып, коммент жаз. Қолдауларыңызды күтем. Қайырлы білім болсын.